Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 66-шы сабақ, тақырыбы тыйым сөздер. Әжемнің өзі бір мектеп. Жүзіне бүгін түсті әжім, ал менің өңім тұр көктеп. Алғашқы менің ұстазым, әжемнің өзі бір мектеп. Ырымға қазақ бай халық, сонда да елден ерекпіз. Адам бар үйді айналып, жүгірме дейді себепсіз. Ниетің болса болғаны, ісінде әрбір бар үлгі, ырымға жаман ол дағы, таянба дейді жағыңды. Ақылын тағы бастайды, есейдік десек біз енді, одан да тыйып тастайды, отырсаң құшып тізеңді. Жаманнан мені тыйғасын, жүремін ылғи құрметтеп, үйреткен әдеп ибасын, әжемнің өзі бір мектеп. Тыйым сөздер дегеніміз тәлім тәрбие, үлгі өнеге, ақыл кеңес берудегі тәрбие құралдарының бірі. Бұл тыйым сөздер балаларды жаман әдеттен, жат пиғылдан, ерсі қимылдан, әдепсіз істерден сақтандырады. Бұл тыйым сөздер қазақ халқының тәрбие құралы десек те болады. Тыйым сөздерді тыңдамаған адам хайуан тірліктен бас тартпайды, сөйтіп адамға тән кие мен құттан айырылып, күнәға батады деп ескерткен. Бірінші шумақты талдасақ, жүзіне бүгін түсті әжім, ал менің өңім тұр көктеп. Алғашқы менің ұстазым, әжемнің өзі бір мектеп дейді. Бұл жерде баланың әжесі тыйым сөздерді айтып отырады екен. Балақай айтады: әжем менің ең бірінші апайым сияқты, әжемнің өзі мектеп сияқты дейді. Әжесі мектептегі апай сияқты тыйым сөздерді айтып, үйретіп, оның мән мағынасын ашып айтып отырады екен. Ал енді екінші шумақты талдайтын болсақ, ырымға қазақ бай халық, содан да елден ерекпіз. Адам бар үйді айналып, жүгірме дейді себепсіз. Қазақ халқы ырым тыйымдарды көп қолданылады. Ырым тыйымдар тазалыққа, адалдыққа, мәдениеттілікке бастайтын тәрбиелік құрал сияқты. Қазақтың тыйым сөздері ұлттық тәрбие көзі, яғни қазақ халқы осы тыйым сөз арқылы баласын кішкентай кезінен жақсылыққа үйір, жаман әдеттерден аулақ болсын деп тәрбиелеп отырған. Біз сол ата-әжелеріміздің тыйымымен өсіп өніп келеміз. Үйді айналып жүгірме, бас айналар түбінде, жұрт тынышта ел аман, сүрінерсің түбірге, халық берер бағасын, сен әзірге баласың, үйді айналсаң өскенде, үй күшік боп қаласың, деп үйді айналып жүгіруге тыйым салады. Яғни балаларға сүрініп құлап қаларсың деп ескертеді. Өскен кезде үй күшік боп қаласың дейді. Үшінші шумақты талдасақ, ниетің болса болғаны, ісінде әрбір бар үлгі, ырымға жаман ол дағы, таянба дейді жағыңды. Жақты таяну жақсылықтың нышаны емес. Амалы құрып, айласы таусылған адам жағын таянады екен. Қайғы қасіреттен әбден шаршаған адам жағын таянып отырады екен. Сол үшін жақты таянып отыруға болмайды. Енді төртінші шумақты талдасақ, ақылын тағы бастайды, есейдік десек біз енді, одан да тыйып тастайды, отырсаң құшып тізеңді. Тізені құшақтап отыру жалғыз қалудың белгісі екен. Сондықтан тізені құшақтама, жаман ырым деп жатады үлкендер. Сондықтан тізені құшақтауға болмайды екен. Көрдіңдер ме балалар, тыйым сөздердің тәрбиелік мәні өте зор екен. Оқушылар, видео ұнаса каналға тіркеліп, достарымызды шақырайық.